Географиялық қабық бұл жердің сыртқы қабығы. Ол тірі организмді тіршілік ету ортасы болып табылады. Географиялық қабықтың тұтастығы және заттар айналымы, яғни су айналымына тоқталатын болсақ, судың жер бетіндегі атмосферадағы және жер астындағы айналымды жатқызамыз. Ауа айналымы, ауа массаларының қозғалысы, заттар айналымы, яғни тірі организмдер мен тірі емес табиғи компоненттер арасындағы зат алмасуды жатқызамыз. Географиялық қабықтың маңыздылығына тоқталатын болсақ, тірі организмдер үшін тіршілік ету ортасы, табиғи ресурстардың көзі болып табылады. Адамзат қоғамының даму үшін маңызы өте зор. Географиялық қабықтың құрамы: литосфера, яғни жердің қатты қабаты; гидросфера, жердегі барлық сулар, мұхиттар, өзендер, көлдер кіреді. Атмосфера, жерде қоршап тұрған ауа қабатын жатқызамыз. Биосфера, тірі организмдердің тіршілік ететін барлық аумақтары кіреді. Соның ішіндегі литосфера қабаты, яғни қатты қабық, жердің сыртқы қатты қабаты. Топырақ, литосфера бетінде қопсыған қабатты жатқызамыз. Тау жыныстары кіреді. Литосфера негізгі бөлігі болып табылады. Жер бедері, таулар, жазықтар, ойпаттар осы литосфера қабатында кездеседі. Гидросфера: мұхиттар, көлдер, өзендер, мұздықтар, жер асты сулары. Мұхиттар ол жердегі судың басым бөлігін құрайды. Өзендер тұщы судың негізгі көзі болып табылады. Көлдерге келетін болсақ, тұщы және тұзды болуы мүмкін. Мұздықтар қатты күйдегі суларды жатқызуға болады. Жер асты сулары жер бетіндегі барлық судың 20%-дан астамын құрайды. Атмосфера қабаты, яғни тірі организмдердің тіршілік ететін қабаты тропосфера болып саналады. Озон қабаты орналасқан қабаты стратосфера қабаты, яғни метеорлар жанатын қабат мезосфера қабатын жатқызамыз. Биосфера қабаты, яғни биосфераның негізгі өндірушілері өсімдіктер, биосфераның тұтынушылары жануарлар, биосфераның ажыратушылары микроорганизмдер болып табылады.